Құрметті көрермендер, мен бүгін түрлі түсті орам жапырақтан сіздерге салат жасап көрсетемін. Бұған майонез қосылмайды, майонез қоспаймыз. Тәтті бұрыш, жартылай аштық бұрышымыз бар, мінекей. Азғантай қосамыз. Қиярымыз, черри помидорымыз, черри мынандай майда помидорымыз. Одан кейін дәм қосарымыз бар. Қызыл бұрыш пенен қара бұрыш, сосын дәміне қарап тұз салатын боламыз. Қазір мен түрлі түсті орам жапырағымызды бөлшектеп, тұз салынған қайнаған суға бір қайнатып пісіріп алатын боламын. Шала пісіріп аламыз оны. Где-то 3 минут 4 минут қайнаған суда. Содан кейін қалай дайындайтынын көрсетемін. Ал кеттік. Мінекей, суым қайнап жатыр. Қазір бұған мен тұз саламын. Мерный ложкамен бір қасық тұз салдым. Енді мінекей капустамды дайындап алдым. Орам жапырағымды, түрлі түсті орам жапырақ дейді бұны. Енді бұны қайнаған суға саламыз. Мен бір қолыммен өзім түсіріп тұрмын. Мінекей. Қазір бұны бір қайнап 2-3 минут қайнағаннан кейін сүзіп алатын боламыз. Ал енді бісміллә деп турап бастаймыз. Мінекей пісіріп алдым. Бір 3 минут 4 минут қайнап жұмсақ болып пісті. Енді бісміллә деп тураймыз. Ішіне салатын заттарымызды. Қызыл бұрышты осылай салонға етіп тураймыз. Еті кішкене қалыңдау болса, осылай алып тастасақ болады. Мына чашкаға капустаны салып аламын. Приправалармен қосып, ең соңында чеснок қосатын боламыз. Бағана мен айтуды ұмытып кетіппін. Чеснокты қосуда чеснок қосамыз. Чесноксыз болмайды ол. Тәтті бұрыштың сарысы болады ғой. Сол сарысын салса да болады. Ешқандай разницасы жоқ, ешқандай айырмашылығы жоқ. Арасында орыс тіл кетіп қалып жатыр. Енді ренжімеңіздер. Үйреніп кеткенбіз ғой, Советский Союздың адамдарымыз. Баяғы советтер заманының, советтер одағының адамдарымыз ғой. Содан кейін сол орыс тіліміз арасына түсіп кете жатырыпты. Ренжімеңіздер, енді орысша айтты деп біреулер енді комментарийға жазып қояды. Кеше тесто деп айттым деп, қамыр деп айтпайсың ба деп жазып қойыпты. Жарайды енді. Ондай қателіктер болады ғой. Адам болғасын.
салатым ұнап жатса, комментарий қалдырып, лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Әлі түрлі түсті тамақтарды жасап, видео қылып, ютубқа салатын боламын арнама. Ютуб арнаға салатын боламын. Сол жерден көріп отырасыздар. Мынау енді өте керемет дәмді салат болады. Бұйыртса помидорымызды осылай бөліп ортасына бөліп саламыз. Бұған қазір және укроп салатын боламын. Укроп петрушка салатын боламын. Себебі укроп петрушка күшті дәм келтіреді. Укроп петрушканы ұнатпайтындар салмаса да болады. Бір кісілер болады ғой, жемейтін. Салмаса да болады. Қатты жіңішке қылмай, осылай саламыз огурцымызды, қиярымызды. Огурцы деп және орысша айтып қойдым да. Ренжімеңіздер, кешіріңіздер. Солай болып қалады енді. Қиярды турап болдық. Енді қызыл бұрышымызды, тұзымызды саламыз. Чесногымызды үкіштен өткізіп алатын боламыз. Ал енді мінекей чесногымызды турап алды, қызыл бұрышымызды, қара бұрышымызды салды. Енді мында дәм қосарымыздан салатын боламыз. Аздап, көп емес. Мінекей чеснок менен петрушка чеснокты салдық, петрушка менен укроп қалды. Осы петрушка мен укроп саламыз. Сосын қызып тұрған майды үстіне құятын боламыз. Менің майым қызып тұр. Қазір осыны құйып араластырамыз. Бісміллә. Кеттік. Енді осыны жақсылап қолыммен араластыратын боламын. Енді әртүрлі араластыратын шығар. Енді біреулер печатка киеді. Енді печаткадан гөрі мен өзім қолыммен бәрін араластырғаным дұрыс шығар деп ойлаймын. Потому что күніменен бәрін турадым. Қолымнан таза зат жоқ шығар. Қол суға жуылғаннан кейін қол таза болады. Қазір мен үлкен чашкаға аударып алдым. А то айналдыруым қиын болып кетті. Осылай жақсылап араластырамыз. Енді осыны қайтадан өзінің ысына салып,
Мінекей өте әдемі, керемет, дәмді салат шықты. Біздерге ас болсын, сіздер енді осы видеоға қарап, мен жасағандай қылып жасап жеңіздер. Сіздерге де ас болсын. Рахмет. Маған лайк басып, комментарий қалдырып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Лайк басып кетіңіздер. Рахмет.